Сәлеметсіздер ма, құрметті студенттер? Бүгін біз сіздермен 4-ші дәрісімізді бастаймыз. Осы біздің дәрісімізге қатысып, көңілдеріңізді бөліп, назар қойып отырғандарыңызға әрине көп-көп рахметімді айтам. Бүгінгі дәрісімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз, яғни бұл табиғи ресурстарға мемлекеттік меншігінің құқығы. Бүгінгі жоспар бойынша қарайтын сұрақтарымыз бұл Қазақстан табиғи ресурстарға мемлекеттік меншік құқығының түсінігі, жалпы сипаттамасы, табиғи ресурстардың мемлекеттік субъектісі және олардың мемлекеттік меншік құқығының мазмұн ретінде танылуы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік табиғи қорларды пайдалану құқығы болып табылады екен. Әрине, біз сіздермен өткен дәрістерімізде осы мемлекеттік меншіктің тууы, соның пайда болу салдарынан бүгінгі таңда қандай даму процестерінен өтіп келе жатқандығын тілге тиек ете отырып, дәл бүгінгі күндегідей ашып айтпаған болатынбыз. Ал бүгінгі дәрісіміз, яғни осыған арналып отыр. Енді сіздер жалпы табиғи ресурстарға меншік дегеніміз не дегенге тоқталатын болсақ, бұл жер, су ресурстарына, өсімдік, жануарлар дүниесіне және басқа да табиғи байлықтарға қоғамдық қатынастардың формасы ретінде танылуы. Табиғи ресурстарға меншік ешқандай формада жоқ жерде басқа бір қоғам жайлы сөз қозғау мүмкін емес. Өйткені меншік ұғымының экономикалық және құқықтық екі аспектісі бар. Мемлекеттік меншіктің экологиялық, экономикалық мазмұн өндірістік қатынастар арқылы ашады. Ал екіншісі, яғни құқықтық формада дайындалады, айқындалады. Демек, меншік экономикалық, құқықтық санат болып табылады екен. Адамның күнделікті өмірінде, мысалы, біз әрқайсымыз меншіктің иесі ретінде таныламыз. Меншікті қандай жағдайда танимыз? Мысалы, сіз өз өміріңіздің меншігі ретінде таныласыз. Өз өміріңіздің меншігі дегеніміз кім? Немесе қалай танылады? Оны қалай танып білуге болады деген форматта айтатын болсақ, мысалы, сіздің таңертең тұрғаныңыз, өміріңіздің ары қарай жалғасатындығы. Мен өмірім сүру үшін рұқсат аласыз ба? Жоқ, сіздің меншігіңіз сол. Ұйқыдан тұрдың, ары қарай өміріңді жалғастырып, күнделікті жаңағы өміріңмен, тіршілігіңмен жүріп жатырсың. Осы сіздің меншігіңіздегі иелік. Ал пайдалану немесе билік ету меншігі арқылы іске асатын, бұл әрине мемлекет тарапынан берілетін құқықтық норма болып табылады екен. Осы орайда адамның күнделікті өміріне, жеке және заңды тұлғаларға шаруашылық, өзге де қызметтерді, табиғи ресурстарды пайдалану, өзіне қажетін алу, қоршаған ортаға әсер ету, табиғатты пайдалану болып табылады. Бұл яғни табиғи ресурстарды пайдалану. Бұл қоғам мен табиғат арасындағы негізгі қатынас. Онда қоғам мүшелері, адамдар өздерінің экологиялық, экономикалық, мәдени сауықтыру, этникалық қажеттіліктерін, сонымен қатар табиғи объектілерін белгіленген тәртіп бойынша пайдалану, яғни Қазақстан Республикасының айналадағы табиғи ортаны пайдалану, немесе қоршаған ортаны пайдалану заңымен бүгінгі күні іске асып отыр. Әрбір сіздердің әрекет немесе әрекетсіздіктеріңіздің өзі айланып келген кезде белгілі бір құқықтық элементтер толықтырып отырады. Осы арқылы сіздер өздеріңіздің даму кезіндегі этаптардан өтіп отырасыздар. Жас ерекшелігіне байланысты, мысалы, білім алуыңызға байланысты, мысалы, одан кейін белгілі бір қоғамдық ортаға келгеніңізге байланысты, содан кейін, мысалы, адамның жеке тұлға ретінде өмір сүруіне байланысты, немесе оның сол қоғамдағы өмір сүрген әрекет немесе әрекетсіздікті сақтауына байланысты, жеке тұлға ретінде танылғандығынан, мысалы, оның өзіндік қажеттілігіне қарай қоршаған ортаны пайдалану, айналадағы жаңағы табиғи ресурстарды пайдалану, осының барлығы белгілі бір құқықтық әрекеттерді сізден сақтауды талап
етеді екен. Біріншіден әрине бұл меншік барлық қоғамдық қатынастардың негізін іргетасы деп айтып отырмыз. Яғни ол бекітілген меншік нысандары сипаттарына байланысты айырбастау, тұтыну түрлері арқылы тәуелді болады. Міне менің айтып кетіп отырған негізгі элементім осы. Яғни ол айырбастау элементінде, мысалы сіздің қоғамнан, болмаса жаңағы табиғаттан алған экологиялық құқықтық қарым-қатынасыңыздың өзі, яғни екінші меншіктен қоғамдағы белсенділіктік топтардың жағдайын, өндірістің барлық факторларын пайдалануға, оларды жетілдіруге сіздерге мүмкіндік беретін тәуелділігі. Үшінші меншік бұл тарихи даму нәтижесі ретінде танылады. Тарихи оның нысандары өндіріс тәсілдерін өзгеруімен бірге өзгереді. Осы өзгерістің қозғаушы күші ретінде танылу болып табылады. Және төртіншісі бұл әр экономикалық жүйенің шегінде белгілі бір ерекшелікке байланысты, түріне байланысты, оның түрлерінің болуын жоққа шығармайды, бірыңғай экономикалық жүйесінің екі есе басқа жүйеде пайдалануына байланысты туындайтын түйіндерді айтады екенбіз. Осының барлығы даму процесіне, меншіктің даму процесіне тікелей әсерін тигізеді. Табиғи ресурстарды пайдалану жағдайында жалпы арнайы пайдалану тәртібімен жүзеге асады. Осы табиғатты жалпы пайдалану адамдардың күнделікті өмірі мен денсаулығын, мәдени, этникалық қажеттіліктерінің объектісі ретінде қанағаттандырылып отырады. Бұл табиғи ортаның күнделікті табиғи ресурстарды пайдалануға бағытталған элементтері арқылы меншік, иелену, пайдалану, билік ету, сонымен қатар басқа да құқықтық элементтерді орындауы арқылы іске асады екен. Табиғи ресурстарға мемлекеттік иелену құқығы осы ресурстарды меншікке алудың нысаны және оны жүзеге асыру мүмкіндігін тудырады. Мысалы, билік ету ол сіздің құқығыңыз. Табиғаттың жаңағы белгілі бір ресурстарын пайдалану сіздің құқығыңыз. Табиғи ресурстарға мемлекеттік билік ету құқығы табиғат объектілерінің іс жүзінде немесе заң жүзінде тағдырын айқындап беретін мүмкіндік ретінде танылады екен. Оны мемлекеттік мүмкіндік арқылы, ресурстар арқылы иемделену, пайдалану, іске асыру қызметі табиғаттан сіздерге заңдылық ретінде танылып отыр. Табиғи ресурстарды мемлекеттік пайдалану ресурсы немесе құқығы бұл табиғи ресурстарды пайдалану қасиеттерін, одан түскен табысты иемдену, сондай-ақ пайдалы қызмет табу мақсатымен пайдалы қызметтерін алу қызметін іске асыруға бағытталған екен. Яғни меншік құқығының негізгі элементінің өзі осы біздің құқықтық даму қатынасындағы негізгі элементтер толықтырып отырады. Қазақстан Республикасындағы табиғи ресурстарды меншік субъектісі ретінде Конституцияға және Қазақстан Республикасы меншік туралы заңында белгіленеді. Меншік туралы заңның 3-ші бабында, яғни табиғат объектілеріне меншік құқығы субъектілері болып табылады. Бірінші кезекте мемлекеттің өзі, одан әрі жеке заңды тұлғалар болып табылатындығын айтқан екен. Әрине біз табиғаттың бірнеше қызметін көре отырып, оның өзіндік ерекшелігін меншік субъектісі ретінде, меншік субъектісінің иелену, оған құқық беру, оны пайдалану элементтерін айтамыз. Ал меншік субъектіге толығымен немесе қандай да бір дәрежеде қатысты болатын заттарды, энергия, ақпарат, рухани, интеллектуалды құндылықтардың барлығын біз меншік қатынастарының пассивті жағы деп айтамыз. Әрбір жаңа меншік қатынастарының пассивтік жағының өзіндік ерекшеліктері бар. Бұл меншік заңдарына иелену заңы, өз еңбегімен меншік заңдарының иеленуіне сәйкес мұнда иеленудің екі жағы пайда бола бастайды. Ол еңбек арқылы натуралды шаруашылық және өз еңбегінің өнімінің нарықта айырбастау арқылы іске асуы. Яғни өзге еңбек өніміне меншік заңы ол
тауарды айырбас арқылы, тауар айырбас арқылы табысты бөлу. Міне осының барлығы, яғни жалпы меншіктің өзіндік ерекшелігіне тоқталады екен. Бұл элементтердің барлығы экономикалық курста сіздерге таныс деп мен ойлаймын. Қазақстан Республикасында табиғи ресурстарға меншік субъектісі ретінде танылу, ол яғни Қазақстандағы республика деп көрсетілген жоғарыда айтылған бүкіл элементтердің даму сатысынан өтуін қажет етеді. Әрбір экологиялық немесе экономикалық меншіктің өзіндік ерекшелікте бар. Міне меншік құқығының қатынастары сіздерге ұсынылып отыр. Сол жердегі, яғни 11 меншіктің құқығы бар. Ол меншік құқығы, иелену құқығы, пайдалану құқығы, басқару құқығы, табысқа деген құқық, егеменділік құқық, қауіпсіздік құқығы, иеліктену, мұрагерлікке беру құқығы. Сонымен қатар меншік формат ретінде меншіктің нысандары дами түседі екен. Әрине, біздің әрқайсымыз сондай-ақ табиғаттың меншік құқығының субъектісі болып табылғандықтан, осының барлығы бір даму процесінде белгілі бір заңдылыққа бағынуын талап етеміз. Ол талап етудің өзі де заңдылық ретінде танылады. Табиғатты пайдалану және оны арнайы болып бөлуінің өзі жалпы табиғат пайдаланудың құқықты назарына алып келеді. Меншік формат ретінде бұл субъектінің белгілі бір нысан ретінде, критерий ретінде танылады екен. Мінекей, егер сіздер қазір қарасаңыздар, мен сіздерге осы критерийдің түрлерін ұсынып отырмын. Табиғатты пайдалану Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтары арқылы кодексте белгіленген талаптарға сай жүзеге асады. Ол, мысалы, арнайы табиғат пайдалану құқықтарына жататын табиғи ресурстарды пайдалану, қоршаған ортаны пайдалану, жекелеген қызмет түрлерін көрсету, лицензиялар, рұқсатнамалар табиғи ресурстарды пайдаланумен көрсетеді екен. Енді меншік құқығы ретінде нені пайдалануымызға болады? Бұл негізгі туындайтын арнайы табиғи пайдалану құқықтары, қоршаған ортаға эмиссиялар жүргізу, жүзеге асыру, табиғи ресурстарды пайдалану құқығы және заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасы заңнамаларына сәйкес берілуі, арнайы табиғи пайдалану құқықтары және сонымен қатар арнайы табиғи пайдалану құқықтар дегеніміз, бұл енді қорықтарға, арнайы территорияларға байланысты айтылып отыр. Қоршаған ортаны қорғау заңымен қамтамасыз етілуге тиісті дейміз. Меншік құқығының объектісі ретінде жер, су, орман заңдары қарастырылған, немесе объектілері. Осы өсімдіктер жануарларда, мысалы, және жануарлар дүниесі де осы арнайы қорғалатын объектілерге жатады. Осыған қараған, яғни меншік құқығының мазмұны 3 заңдылыққа бөлінеді. Бағана біз айтып кеткен, бұл иелену құқығы, бұл пайдалану құқығы және билік ету құқығына байланысты. Әрине, біз сіздермен жалпы құқықтың өзіндік ерекшеліктеріне байланысты бірнеше құқықтық қарым-қатынастарды қараймыз. Ол өзінің бірінші өзіндік ерекшелігі бар. Онымен бірге бірінші мемлекет табиғаттың өз құқығында болатындығы, ол табиғат мемлекет заңдылығына сай өзіндік ерекшелігін қорғай отырып, бүкіл адамға, жеке тұлғаға өзіндік зиянын келтірмес үшін, мысалы, мемлекетті әрбір азаматының қорғау салдарынан пайда болған құқықтық қарым-қатынастар, басқа да табиғат қорларын иемдену, пайдалану, мемлекет белгілеп берген бір құқықтық қарым-қатынастарды іске асыру жөніндегі иелік етуді айтып отырмыз. Екінші ерекшелік, бұл мемлекет қоршаған табиғи ортадағы меншік құқығы бойынша қоғамның барлық адамдарының мүдделерін пайдалану. Және үшінші ерекшелік, бұл табиғаттың қоршаған ортаға қолайлы жағдай түсіре отырып, мемлекеттің билік жүргізуі шексіз және оған ешкім шек қоя алмайды. Оны тоқтата алмайды. Бірақ табиғат қорлары мемлекеттік билік пен конституцияға сәйкес болу керек.
Сондықтан Конституцияға қайшы келмейтін заңдық нормалардың сақталуы қажет деп ойлайды екенбіз. Бұл біріншіден әрине біздің қоғамдағы әрбір азаматтың өзіндік құқықтық жауапкершілігін арттыруды талап етеді. Сонымен бірге табиғи ресурстардың меншік құқығы мен ресурстарға жеке меншіктің пайда болуына пайда тудырады. Сонымен бірге мысалы жеке меншіктің пайда болған кезде жеке тұлғаның жауапкершілігін тудырады. Ал жауапкершілігі туындаған кезде адамда міндетті түрде өзіндік құқық сақтаушылық туындайды екен. Осы орайда, яғни жер қойнауы және сулар, өсімдіктер, жануарлар дүниесі басқа табиғи ресурстар мемлекет меншігінде болатындығын мысалы біз тілге тиек қылып айтып отырмыз. Бұл не деген сөз? Қазақстан Республикасының Конституциясында табиғи ресурстарға өзге де меншік формасы ретінде мазмұндар белгіленеді. Осы мазмұндардың салдарынан мысалы барлық нысандардың барлығы екі топқа бөлінеді екен. Егер сіздер қазір мына жерге өздеріңіздің назарларыңызды аударатын болсаңыздар, мінекей мен сіздерге ұсынып отырған слайд бойынша бұл мемлекеттік, яғни және муниципалдық жергілікті органдар иелігіне берілген, және екіншісі бұл жеке еңбекті қолдануға байланысты капиталистік және меншік құқығының пайда болуы. Осы меншік құқығының пайда болуы мысалы қандай жағдайда туындайды? Осы егер сіздің меншігіңізде айталық жер немесе орман бар, су объектісі бар, тіпті болмаса айталық әйтеуір табиғи ресурстарға байланысты бір туындаған экологиялық бір жағдайды алып отырсыз. Бірақ соның салдарынан, зардабынан шегетін жауапкершілік болмаса, туындаған жауапкершілік сол жеке тұлғаның мойнында болып табылады. Оның бүкіл қауіпсіздігі. Ол сол жаңағы өзіне меншігі ретінде таныған жердің барлығының алуы, соған мысалы содан шығатын өнімдер, жарайды орман шаруашылығы ретінде жеке тұлғаны алатын болсақ, ол сол орманның ішіндегі бүкіл жануарлар дүниесімен, бүкіл өсімдік дүниесімен, бүкіл сол жаңағы орманның алып жатқан алқабының барлығы үшін жауап беретін тұлға ретінде танылады екен. Міне осының өзі, яғни меншік құқығының бүгінгі күні азамат немесе адам ретінде адами тұрғыдан сақталу процестерінің дамуына әкеп соғады. Ал біз сіздермен осы жалпы көптеген меншіктің туындауын салдарынан жауапкершіліктің іске асу кезінде туындайтын зардаптарында атап кетсек болады. Мысалы, орман шаруашылығында ең бірінші жеке тұлғаның сақтайтыны бұл қауіпсіздігі. Қауіпсіздік неден болады? Біреудің арнайы, қасақана, абайсызда жасалған әрекет немесе әрекетсінің салдарынан пайда болады. Қауіпсіздік үшін дейді. Мысалы, бір орманды жеке меншік алып, соның жаңағы жануарлар дүниесіне жауап беруі, табиғат жаңағы өсімдік дүниесіне жауап беру. Тіпті сол жердегі әрбір өскен ағаштың, өсімдіктердің, жапырақтың барлығы үшін белгілі бір тұрғыдан өзіне жауапкершіліктің жүктелуін айтады екенбіз. Табиғи ресурстарға меншік құқығы субъектілер. Бұл яғни Қазақстан Республикасының 91 жылғы Қазақстан тәуелсіз егемендік мемлекеттің құрылғанына байланысты Конституцияда ерекше иелік ету құқығын іске асыруға жағдайында туындаған екен. Жерге және республика аумағында мемлекеттік меншіктің субъектісі болып, жер кодексіне белгіленген шарттарға сай, яғни жеке тұлғаның заңды тұлға ретінде танылуы. Яғни мемлекеттік меншікке иелік дегеніміз мемлекеттік іс жүргізу иелігінде жүзеге асырылатын заңмен қамтамасыз етілетін жеке тұлғаның өзіндік құқықтық қарым-қатынасын айтамыз. Әрине, құқықтық қарым-қатынас туындаған кезде ең бірінші жауапкершілік сол меншік иесі ретінде танылған жеке тұлғаның жауапкершілігін айтады. Жекешелендіру дегеніміз, мысалы, мемлекет негізінде бюджет ақшасын пайдалану, бұл форманы жаңағы функция арқылы жүзеге асыру, сол жасалған жағдай арқылы коммуникалдық
мемлекеттік субъектісі ретінде әкімшілік аумақтың бөлісі ретінде танылуы. Республикалық бюджет дегеніміз, мысалы, мемлекеттің өзінің сол арнайы жерлерге жіберген көмек ретінде, тіпті болмаса жаңағы сол жерге, сол қоршалған объектке, аса қауіпті жерлерге, мысалы, мемлекет тарапынан бөлінген қандай да бір қаражат. Бірақ ол сол бағытқа жұмсалуын қамтамасыз етілу керек. Өз функциясын жүзеге асыруына арналған салықтар, алымдар, басқа да төлемдер осының барлығы орындалуға тиісті екен. Осы мемлекеттік меншік құқығының иелігінде. Ал жаңағы жекешелендіру дегеніміз, бұл мемлекеттік құқықтық қарым-қатынасты иелену салдарынан пайда болған меншік иесі болып табылатын, мемлекеттің еркі мен заң актілеріне белгіленген арнайы процедуралардың салдарынан туындаған меншіктің түрін айтамыз. Жер учаскелерін пайдалану құқығының өзінде де, мысалы, бізде белгілі заңдылықтар бар. Енді осы меншік иесі ретінде меншік иесінің мемлекеттік құқықтық қарым-қатынасты туындаған кезде жауапкершілігін арттырудың өзі, яғни бұл өндірістік экономикалық қауіпсіздік технологияларын нығайту, орман мелиорациясы, мелиорациялық және іс-шаралар жүзеге асырудың жердің тозаңдануы, шаруашылық қызметінің қолайсыз зардаптарын болдыртпау, тозға немесе тоз бүлінген жерлерді жақсарту, қалпына келтіруді қамтамасыз ету. Жерді оңтайлы пайдаланудың өзі экологиялық нормативтік тәжірибесіз іске асу мүмкін емес. Енді жерді біз қорғай отырып, жердің мақсаттарын, мысалы, болмаса су объектілерін, тіпті болмаса басқа да объектілер пайдалану кезінде меншіктің өзіндік құқықтық қарым-қатынасын айтуымызға болады екен. Енді белгіленген объектілер мен учаскелер мақсатына сай пайдаланған, заң бұзушылық болмаған жағдайларда, мысалы, пайдалану құқығы әрқашанда даусыз шешіліп отыратыны хақ. Әрбір меншіктің түрі пайда болғаннан кейін, әрине мемлекет пен жеке тұлға арасында міндетті түрде құқықтық жауапкершіліктер туындай бастайды. Жерге меншік, жаңағы айталық, орманға меншік, тіпті су объектілеріне меншік пайда бола бастайды. Осының салдарынан жеке тұлға белгілі бір дәрежеде өзінің құқықтық жауапкершілігін туындатып отырады екен. Әрине, осы жауапкершілік туындаған кезде қандай жауапкершіліктің пайда болуына, мысал, біз көңіл бөле бастаймыз. Біріншіден, Қазақстан Республикасының заңына сай, Қазақстан Республикасының Конституциясында қарастырылған құқықтық қарым-қатынастардың барлығы жеке тұлғаның өзінің даму процесіне байланысты. Ол қандай жағдайда дамиды, қандай жағдайда іске асу арқылы, мысалы, құқықтық қарым-қатынастар тудырмауы мүмкін. Міне, осы әрекеттерді ескеретін болсақ, біз сіздермен Қазақстан Республикасының Конституциясын, сонымен бірге мінекей экологиялық кодекс бар, қоршаған ортаны қорғау заңы бар, су, орман, жер кодекстері бар. Мінекей осыны бұзбағандығымыз болып есептеледі екен. Қазіргі кезде жерді құнарсыздандыру, шөлейттерден, су және эрозиядан, селден, су басудан, батпақтанудан, қайталай жаңа құрғап кеткен жерлерді өндірістік пайдалану, химиялық, биологиялық, радиоактивті және басқа да зиянды заттармен ластамаудың процедураларын қарастырып отырмыз. Мен жалпы өзім лекциямда сіздерге дәріс барысында осы қандай да бір мемлекеттің өзінің ішіндегі дамыған процедурасының басқа мемлекеттер арасындағы дамуын, немесе басқа мемлекеттерде ол даму процесі қалай болып жатқандығын әрқашанда тілге тиек қылып айтып отырам. Ол халықаралық құқықтық қарым-қатынаста қандай рөл атқарады. Тіпті жалпы халықаралық мемлекет пен мемлекет арасындағы жапа шекпеушілік, бір мемлекет пен екінші мемлекеттің арасындағы зиянкестіктің болмауы, бір мемлекет пен екінші мемлекет арасындағы тіл табушылық, бір-біріменен, мысалы, атадан балаға жалғастырушы ретінде қалып отырған әрбір айталық әдет ғұрыптың өзі құқықтың қайнар көзі болып табылғанмен, ол бүгін заңдылық ретінде танылады.
Мысалы, өзінің атасынан қалған жерді баласы пайдаланып, ары қарай оны бүгінгі күні өз шаруашылығына пайдаланып, ол жерден бір жылдар жаңағы бидай алса, келесі жылы ол жерден жоңышқашын алып жатыр. Келесі жылы мысалы бір 3 жыл қатарынан жоңышқа екті, 2 жыл қатарынан бидай екті, одан кейін жай жаңағы тынығуға қойып қойды. Осының барлығы жанашырлық деген сөз. Ол оны мысалы өзінің жаңағы болашақта иелену құқығы арқылы іске асыру процедурасында соған жасап отырған жаңашылығы. Бұдан көретін оның пайдасы да бар болу керек. Міне, осының барлығы меншік құқығының әрине үлкен қайнар көздері болып табылады екен. Біз сіздермен жалпы меншік құқығының бүгінгі таңда қандай дәріпті немесе қандай тұрғыдан дамитындығын айтатын болсақ, ал іске асырылу кезінде әрине бірнеше құқықтық жауапкершіліктерге немесе құқықтық жауапкершіліктердің туындайтындығын айтып өтуімізге де болады екен. Әрбір жеке тұлға ретінде меншіктің түрін пайдалану кезінде оның жауапкершілігінен бөлек адами факторы да есептелуге тиісті екен. Ал құрметті студенттер, біз сіздермен бүгін 4-ші дәрісімізді аяқтап отырмыз. Бүгінгі айтылған дәріс барысындағы тақырыбымыздың өзі меншіктің дамуы, меншіктің жалпы бүгіндік құқықтық ерекшелігіне байланысты болып отыр. Сондықтан тіпті сұрақтарыңыз болып жатса, біздің электрондық поштамызға хабарласып, сұрақтарыңызды қоюға болады. Келесі кездескенше сау саламат болып тұрыңыздар.